Армысыз ағайыным. Мынау әлемдік картада сараң кемпірдің шашқан бауырсағындай шашырап жатқан азғантай қазақтың осы аптада әбден мойны ауырып бітті. Себебі ғаламдық геополитиканың үлкен-үлкен самолеттары жаһанның көкжиегінде ары-бері ойқастап, бәрімізді көк аспанға телміртіп қойды. Өйткені соңғы аптада бүкіл әлемнің назары Дональд Трамптың Қытайға ресми сапарына қарай ойысты. Америкалық жындысары өңшең кәсіпкерлерді тиеп алып Бейжіңге қонған соң Қытайдың Си Цзиньпині Дональдты қызыл кілем төсеп жеке өзі күтіп алды. Әншейінде Ақ үйге келген басқа президенттердің қолын тартқылайтын Трамп бұл жолы үйткен жоқ. Қытай басшысының қолын алақанына салып, аялап, сипағандай ғана болды. Хош, сонымен мен сіздерге бүгін Трамп пен Сидің кездесуі туралы айтып берем, және оның астарындағы Ердоған мен Тоқаевтың кездесуі туралы түсіндіруге тырысамын. Сонымен Трамп мырзаның Қытайға сапарын бүкіл әлем күтті шынымен, себебі дәл қазір миы шайқалып тұрған мына әлемді құшақтап болсын тоқтата алатын екі мемлекет болса, ол ақш пен Қытай. Қытайдағы саммит өзі қызық басталды. Алдымен журналистердің алдына шыққан Қытайдың президенті Си жолдас биік креслоға өзі отырып алды, одан кейін мистер Трампты бір гаршокқа отырғызғандай аласа креслоға жайғастырып қойды. Бірақ Трамп бұған ренжіген жоқ. Биіктен құлаған қатты түседі деген қазақтың мақалын есіне алды ма, әйтеуір өзіне ғана тән мимикамен жымия салды. Себебі оның миында Қытаймен шешіп кетуге тиіс миллиондаған проблема бар еді. Осыған дейінгі өзі ушықтырған сауда соғысын ретке келтірмесе, жақындай түскен сайлауда жығылып қалатынын Дональд мырза қазір біліп отыр. Семіз қойдың ғұмыры қысқа дейді мұны қазақ. Яғни бұл ресми сапардың басты мақсаты мынау әлемдегі соғыстарды тоқтату емес ағайын. Ол екінші планда. Трамптың бірінші мақсаты 100 рет көтерілген сауда тарифтарының барлығын қайтадан қалпына келтіріп, екі елдің қурап қалған экономикасына су құю. Сондықтан Трамп өзінің тәкаппарлығын қалтасына салып қойды бұл жолы, бір сөзбен айтқанда. Керісінше, ежелден келе жатқан дипломатиялық рәсім бойынша екі елдің басшылары бір-біріне комплимент лақтырудан жарысты да кетті. Біздің Қытаймен қарым-қатынасымыз фантастикалық деп айтты, Трамп. Осылай бір көпшік қойып алды да қайтадан саудасына көшті. Сендер өзі бізден әпайбат сиыр еті мен құс етін импорттап жеп отыр едіңдер, соны қайтадан алсаңдаршы Құдай-ау, деді Трамп. Онда сендер де бізден қайтадан сүт пен балық өнімдерін ала бастаңдар давай, деді Си мырза. Қысқасы, екі алып державаның осыған дейін тоқтап қалған саудасы бұдан былай қайтадан қыза бастайтын сияқты. Бұл жақсы жаңалық, себебі сауда жақсарған сайын әлемде бейбітшілік орнай бастайды. Жалпы Трамп Қытайға бұрын соңды болмаған ықпалды бизнес делегациясымен келгенін көрдіңіздер. Оның құрамында Илон Маск, Тим Кук және Дженсен Хуанг сияқты америкалық алпауыттар болды. Енді сіздерге түсінікті болу үшін айтайын, Трамппен бірге Қытайға келген инвесторлардың бәрінің ақшасын қоссаң 15 триллион доллар болады екен. Яғни күні кеше бүкіл әлемнің ақшасы Қытайға сапарлап барып қайтты деген сөз. ақш президенті Си Цзиньпинмен 9 сағатқа жуық сөйлесті. Бұл жолы тынымы кеткен Трамп үшін бұл өте ұзақ уақыт, демек олар әлемдік мәселелерді талқылауға да уақыт тапты деген сөз. Мүйізі қарағайда екі басшының әңгімесінің төркіні Иран мен Тайванның төңірегінде болғанын сіздер де болжап отырған шығарсыздар. Трамп қытайлықтарға Иранға қару жеткізуді тоқтатыңдар деген талап қойды. Ал Қытай Америкаға Тайван мәселесі менің елім үшін қызыл сызық, сондықтан Тайванға көмектесуді қойыңыздар деген деп айтқан айдан анық. Оның үстіне Иранның 450 келі байытылған ураны қазір бүкіл әлемнің балтырын сыздатып отырған рас. Әйтеуір осы кездесулерден белгілі болған басты жаңалық, ақш пен Қытай алғаш рет ашық түрде Иран ешқашан ядролық қаруға ие болмау керек деген ортақ ұстанымға келді. Ал Трамп болса осыған дейін өзі қорғап келген тайвандықтарды лақтырып кеткен сияқты ағайын. Мен Тайванда чип өндіретіндердің бәрі Америкаға көшкенін қалар едім деген сөзі Трамптың. Бұл чип өндірісін өз еліне көшіріп алғысы келетінін көрсетті. Яғни Америка Қытайға сендер Тайванды басып алуға әрекет етсеңдер, біз попкорн жеп жай ғана қарап отырамыз дегендей емеурін танытты. Себебі Тайван мәселесі қазір Қытай саясаты үшін Ахиллестің өкшесі. Бір білетініміз, Трамп келіссөз барысында Қытайды өздерінен 200 дана Боинг жолаушылар ұшағын запчастармен бірге сатып алуға көндірді. Қысқасы, әйелінен ұялған баласыз өтеді деген мақалды білетін Америка бұл жолы ештеңеден де ұялған жоқ. Сосын, осы сапардың барысында бір қызық жағдай орын алды. Қытай басшысы Дональд Трампты бау-бақшаға жетелеп апарып, оған 400 жылдан бері өсіп тұрған ағашты көрсетті. Яғни, осы әрекет арқылы Си мырза әріптесі жирен сарыға қаратып, көрдің бе, бұл ағаш сендердің ақштарыңнан да үлкен дегендей месседжі көрсетті. 5000 жылдық тарихы бар Қытай мен 250 жылдық тарихы бар Американы қалай салыстырасың дегендей бір қулықтың шетін ашты. Ал Трамп окей дегендей бас изеп жымия салды. Дәл осы кезде бүкіл әлем бір нәрсені ұқтағайын. Бұрын жер жүзінде аға мемлекет екеу болатын, оның біреуі Ресей еді. Енді оның орнын Қытай басты.
себебі Қытай өзінің ақшпен тең деңгейде сөйлесе алатынын бүкіл әлемге көрсетті. Ең қызығы, кездесу аяқталған соң Трамп америкалық делегацияның мүшелеріне Қытайдан сатып алған барлық кәкір шүкір заттарыңды мусорға тастаңдар деп бұйырды. Бір сөзбен айтқанда, Қытайдан еш нәрсе ұшаққа кіргізілмейді деді. Себебі Қытайдан холодильникке жапсырылатын магнитикке дейін камера орнатып жіберуі мүмкін екенін америкалықтар өте жақсы біліп отыр. Енді осы саяси картаны екінші жаққа қарай аударайықшы бәріміз. Бейжіңнің аспандағы құстарға дейін рұқсатпен ұшқан саммит қызып жатқан кезде Қазақстанда босқа қарап жатқан жоқ. Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммиті өтті. Түбі бір түркілердің президенттері бір-бірінің қолынан жетелеп жүріп ақ, үлкен тайқазанды айналып жүріп ақ біраз мәселені шешуге тырысты. Түркия мен Қазақстан бір мәңгілік достық туралы келісімге қол қойып жатқанда Кремль жақтан біраз адамның тісін шықырлатқанын да бәріміз естідік. Бірақ енді бұл басқа әңгіме. Әрине, креативті идеялардың көбін біздің ел ұсынады әрқашан. Түркі мәдениетіне арналған цифрлық платформа, Астанада дала өркениеті орталығын ашуды да біздің ел ұсынды. Тоқаев не деді? Түркі елдерінің электронды құжаттарының бірыңғай жүйесін жасайық деді. Шынын айту керек, түркі халықтарының ішінде бір электронный даму жағынан біз әлде қайда алға кетіп қаламыз. Өзбектер дудыратып миллион сомдарын қай пакетке саларын білмей жүрген кезде біз ақшаны алақанмен төлеп жатырмыз дегендей ғой енді. Сосын ғарыш саласы. Илон Маск Пекинде үйрек етін жеп мәз болып отырғанда, түркі әлемі аспанға спутниктерді бірлесіп ұшыру мәселесінде талқылап тастады. Қысқасы, мұнау ғарыштық жылдамдықпен зымырап бара жатқан әлемде көштен қалмау үшін түркі мемлекеттері осы бастан қамданып жатыр деген сөз. Енді осының бәрі нені білдіреді ағайын? Тоқаев бір жетіскеннен Түркістанға жинап жатқан жоқ қой бәрін. Ақорда бәрін көріп отыр. Қытайдағы саммиттің қай бағытқа бұрылып бара жатқанын көріп отыр. Әлемдік геополитиканың кімнің уысында кетіп бара жатқанын сезіп отыр. Тоқаевтың бірінші мақсаты осы аумал төкпелі заманда Қазақстанды бір аймақтық цифрлық торапқа айналдыру. Егер IT саласы біздің елде дамыса, ірі державалар тарапынан жаңа инвестициялар келеді. Ол жаңа жұмыс орны, халықтың әл-ауқаты деген сөз. Шетелдік капитал, әлемдік брендтер, бизнес бастар кезде, офис ашар кезде Қазақстанды таңдайды. Ал бұл тікелей болашақтағы қауіпсіздіктің мәселесі және бүкіл әлемге, осылайша түріктер де ешкімнен кем емес деген жұмсақ бір әңгімені жеткізу деп санаймын өз басым. Құрметті көрермен, осы жолғы Түркістандағы түркі әлемінің саммиті шынымен үлкен бір үміт сыйлай бастады, ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Сөздің соңында айтарым, ағайын, Қытайда дүркіреп бір кездесу өтті, бірақ әлем алаңдап отырған ең негізгі интригаға ешкім жауап берген жоқ. Соғыс тоқтай ма жоқ па деген сауалға батыс пен шығыстың екі ақсақалы да үнсіздік танытты. Себебі әлемдік империялар саясаттағы сайқал ойынды бұдан былай басқаша ойнай бастайды. Сіздерге түсінікті болу үшін айтайын, жалпы біз империя деген сөзді қайта түсінуіміз керек, менің құрметті көрерменім. Тарих оқулықтарынан біз империя болу үшін біреудің жерін біреу жаулап алу керек деп оқыдық. Ал қазір империя болу үшін әлемдік ойыншылармен тең дәрежедегі партнер болсаң да жеткілікті. Өйткені 21 ғасыр логистикалық порттардың, әлемдік бір дата центрлардың, микрочиптердің және сирек металдардың дәуірі. Ал Евразияның кіндігінде жатқан Қазақстанда осы байлықтың бәрі бар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын және бәріміз саяси сауатты болайық ағайын.